Ал достар, біз көптен күткен тәлімгер реалити жобасының автомеханик бағыты бойынша 3-ші кезеңге де келіп жеттік. Десе де, менің түсініп тұрған бір нәрсем бар қасиет. Біз неліктен дәл осы жерде тұрмыз? Әсел, оның не түсіндіретіні бар. Бүгінгі 3-ші кезеңнің өзінің тақырыбы дәл осы жерге байланысты. Яғни автокөліктің электр жабдықтарын диагностикалау. Бұл дегеніміз не? Қалай түсіндірсем болады? Мысалы, біз ауырғанда дәрігерге қараламыз. Дәл сол секілді көліктен бір ақау пайда болғанда біз оны арнайы мамандардың алдына апарамыз. Енді түсіндім. Дәл сол секілді бүгінгі қатысушыларымыз алдымызда тұрған көліктің ақауларын табатын болады. Ал ендеше ол жағын толық тәлімгерден сұрап. Дәулет мырза, біз дәл қазір 3-ші кезеңде бастағалы тұрмыз. Алда қатысушыларды қандай кезеңдер күтіп тұр, қауіпсіздік ережелері қандай, қысқаша түсіндіріп өтсеңіз? Ал саламатсыздар ма, құрметті әріптестер және бүгінгі сайысқа қатысушылар. Алла қаласа бүгін 3-ші кезеңге келіп жатырмыз. Бүгін 3-ші кезеңде Honda автокөлігінің диагностика жасайтын боламыз. Бұнда белгілі бір ақау жасалған. Сол ақауды анықтап, соны жойып, автокөлік оталмай тұрған автокөлікті оталдырасыздар. Түсінікті ғой. Жұмыс барысында техника қауіпсіздігін және өрт қауіпсіздігін сақтаймыз. Сіздерге ақауды анықтап жоюға жарты сағат уақыт беріледі. Сайыстың жартына сәйкес burada жалғыз бір қатысушы ғана қалады. Барлығымыз кешегі жеребе бойынша кезек-кезекпен кіреміз. Басқа қатысушылар ар жақта қатысушылар бөлмесінде күтесіздер. Себебі мұнарадағы жасалған ақауды болмаса басқа да іс-шараларды басқа қатысушылар білмеу керек және көрмеу керек. Ендеше қатысушылар, сіздерге сәттілік, біз бастаймыз. Біз қазір көлікке қолдан ақау жасап жатырмыз. Қатысушыларымыз ақауларды уақытында таба ала ма екен? Дәулет мырза, дәл қазір алғашқы қатысушымызға сіз қандай ақауларды жасап жатсыз? Жалпы қатысушылардың барлығына бірдей ақау жасалады. Burada жанармай автокөліктің қозғалысына жанармай келмейтін, яғни сол сақтандырғыш, бензин сақтандырғыштарын және форсункілердің штекелерін ажырататын боламыз. Қазір мынада мен сақтандырғыш қосып қойдым, жарамайды сақтандырғыш қойдым, осы анықтап табу керек. Бұдан бөлек ар жақта тағы да қазір бір-екі стикер суырам. Дайын ғой дәл қазір көлік? Жоқ, қазір тағы да бар. Жалпы қанша ақау жасырылған бұл жерде? Негізі burada диагностикада бір кезде менің автокөліктің оталғанына байланысты бір кезде екі ақау көрсетеді, бір кезде бір ғана ақау көрсетеді. Соны анықтау керек. Жалпы Нұрсұлтан тапсырма түсінікті ғой. Жалпы қозғалтқышқа автокөлікке диагностика жасайсыз, автокөліктің қозғалтқышына диагностика жасайсыз. Сізге қажетті құрал-саймандар осы жерде орналасқан. Осыдан алып жасай берсеңіз болады. Және жұмыс барысында қауіпсіздік ережесін сақтаймыз. Сізге жарты сағат уақыт беріледі. Іске сәт. Нұрсұлтан тапсырманы ширақ бастады. Жасырынған ақауларды толық таба алады ма екен? Біз сайыстың 3-ші кезеңіне келдік. Бұл кезеңде диагностика жасау көлікке. Бұл диагностика жасау маған таныс, практика кезінде айналысып көрген бұмен. Және де жарыстың кездерінде диагностика жасаған машинаға. Жарыс атты бітем деп ойлаймын. Диагностика кезінде мен машина таңдамаймын, жаңа болсын, ескі болсын, жөндеу қолымнан келеді. Нұрсұлтан, жалпы жарыстың басталғанына қазір біраз уақыт болды. Көліктің ақауын таба алдың ба? Жоқ, таба алған жоқпын да. Неге саған не қиындық туғызып жатыр? Білмеймін, көлік оталмады. Жаңа ғана компьютер аппаратпен жұмыс істеп көрдің ба? Иә. Оның қорытындысы қандай болды? Оның қорытындысы ошибка шықты, өшірдім. Көлік сонда да оталмай тұр. Достар, дәл қазір бізге Нұрсұлтан жарыстың басында ақауын тез табам деп уәде берген болатын. Алайда қазір берілген уақыттың бізде небәрі 7 минут қана уақыт қалды, бірақ ақау бізде әлі табылған жоқ. Дәулет мырза, өзіңіз қысқаша не айтасыз? Қысқаша не айтамын, енді бұл тәжірибені талап ететін сайыс негізі. Көп тәжірибе талап ететін сайыс.
енді бала қобалжып жатыр ма или өзінің білім салып жатыр. Алдағы уақытта табады деген үміттеміз. иә, бізде аз ғана уақыт қалды, Нұрсұлтан табады деген үміттеміз. иә, құрметті достар, біз дәл қазір қап әттеген-ай деген бір күйде тұрмыз. Себебі біздің қатысушымыз Нұрсұлтан өзіне берілген уақыт ішінде тапсырманы аяқтай алмады, яғни көліктің ақауын таба алмады. Нұрсұлтан, осы тұста бір өзің көңіл күйің қалай? Өкінішке орай бұл автокөліктің ақауын таба алған жоқпын. Келесіде дайындалып келіп табам деген ойдамын. Дәулет мырза. Енді Нұрсұлтанға айтамын, көңіл күйіңді түсірме. Алда тағы да бір тур бар. Сол турда жақсы күш-жігермен қатысасың деп ойлаймын. Сәттілік. иә, бұл біздің соңғы жарысымыз емес, әлі алда бір кезең бар. Нұрсұлтан, саған сәттілік. Қазір үшінші кезеңге келдік. Автодиагностика. Көліктің ақауын табу керек болады. Бұл автодиагностикадан мен 100% хабарым бар деп айта алмаймын. Бірақ барынша тырысамын ақауды табуға. Көріп біліп жүргеннен кейін теория жүзінде бұлай хабарым бар. Бірақ көбінесе автодиагностика жасап көрмегенмін. Енді бұл тәлімгер жобасында көптеген білмеген дүниелерді біліп жатырмыз. Осы арқасында алдағы уақытта бұның барлығы өзімізге пайдалы болады және өмірлік тәжірибеде керек болады. Дәл сағат уақыт ішінде бұл ақауды таба аламын деп ойлаймын. Егер мен ойлаған ақаулар болса, барынша тырысамын. Екінші орын болды, басқаша. Дидар алдыңғы екі кезең бойынша уақытқа есе жіберіп келе жатыр. Бұл кезеңде қалай көзге түседі екен? Кәдімгі, мысалы айтамыз ғой, көліктің көбінесе осы жерінен оталмай қалу мүмкін дейтін, жаңағыдай вероятность 100% немесе жоғары болатын нәрселер болатын болса, бірінші соларды тексеріп көреміз. Солардан болатын болса, ол демде оталуы мүмкін. Ал біз білмейтіндей етіп, жаңағыдай тереңдетіп, қиындатып істелген болса, оны ұзақ уақыт кетеді. Мүмкін 30 минуттан да асып кетуі мүмкін. Дидар, жалпы процесс қалай жүріп жатыр? Жалпы процесс, бір ақауын таптым, келесі ақауын іздеп жатырмын қазір. Сен ойлағандай болып жатыр ма қазір? Ойлағандай. Негізі иә. Ал жалпы саған таныс емес құралдар немесе бір ақпараттар бар ма екен бұл жерде? Жоқ, барлығы осы таныс, көріп жүрген, жүндеп жүрген көліктің құралдары. Ал бірдеңе сұрайыншы, жеңіл ескі автокөлік пен жаңа автокөліктің айырмашылық бола ма бұлардың ішкі электр жабдықтарында? Электр жабдықтарында айырмашылық болады, иә. Сен қазір жаңа автокөліктің барлығында енді заманауи технологияға сәйкес жасалған барлығы. Және барлығы, мысалы, диагностикаға жасалған кезде барлығы диагностикадан көрінеді. жақсы, ендеше саған сәттілік, келесі ақауларды табуыңа тілектеспіз. иә, құрметті достар, дәл қазір біздің екінші қатысушымыз Дидар өзіне берілген уақытты ішінде автомобильдің ақауын таба алды. Яғни дұрыс тапты. Көңіл күйің қалай, Дидар? Көңіл керемет. Өзім ойлағандай болды. Жұмыс процесі қалай? Жұмыс процесі өте жақсы. Мен бұл жерде екі ақауды көрдім. Біріншісі предохранительдің күйгені, екіншісі главный екі штекердің ажыратылып тұрғаны. Ол штекер ажыратылып тұрғандықтан машина оталмайды. Оталып немесе өшіп болады. Дұрыс, Дәулет мырза? Жалпы негізі автокөлікті оталдырды, бірақ біршама қателіктері болды. Ендеше Дидарды шығарып салып, келесі қатысушымызды күтеміз. Диагностика оңайлау шығар деп тұрмын, компьютермен. Ошибкасын жарып, ошибкасын жүріп. Предохранительдерін көріп, тексеріп, машинаның датчиктерін көріп, штекерлер, свитчный проводаларын көріп. Мен ойлаймын, примерно бір 20 минут сол жобаларды бітіретін жерім. Біреуге ашуланып деген жер. Өзің қатысып, орын азан алдым. Абу көлікті диагностикалау бойынша тәжірибесі бар екенін айтты. Олай болса, бұл кезең оған қиындық тудыра қоймайтын секілді.
табу жалпы жұмыс процесі қалай жүріп жатыр? Жақсы. Қанша ақау тауып үлгердің? Бір датчик. Бірден таппай. Бір ақау таппай жатсың ба қазір? Жалпы бұрын бұл диагностика деген жұмыс істеп көріп пе едің? Иә. Көліктің ақауын қарапайым үйде немесе оқу барысында, практика барысында. Күнделік жұмыс істеп айтуға да болады. Қарсыластарым мықты, бәрі дайындалып келген, оның бәрі бір-бірімізден қалыс өткен. Осы 2 күндік тәлім жобасы негізінен қызық өтті. Енді ары қарай да сәтті өтетін шығар деген үміттемін. Болашақта осы мамандығымды мен қазір колледжде оқып жатырмын. Ары қарай дальше жалғастырсам деген ниетім бар. Әзірде істеп жатқан жерлерім бар, практикаға жіберіліп. Енді сол жерден үйреніп, әлде кейіннен өзім диагностика алып, үйден өзім ашама деген ниетім бар. Барлық кезеңді уақытынан бұрын аяқтап жатқан Нартайды бұл кезеңде не күтіп тұр екен? Менің қасымда қарамақшы тұрған қарсыласым, ол да жаман емес, тәжірибесі де жақсы екен. Оларда біраз жарыстарға қатысқан шығар, білмедім. Бірақ оларға да сәттілік. Кезеңдері қаншалықты қиын болса да, мен ұтылмаймын, алдыға қарай ұмтыламын. Жалпы бұл үшінші кезең туралы айта кететін болсақ, үшінші кезең автокөлікке диагностика жасау. Бұл сала, жалпы бұл сайыстар айта кеткенде бұл маған таныс емес, көріп жүрген өзіміздің жалпы жұмысымызға қатысы бар мәселелер, жұмысымызға қатысы бар сайыстар. Сол себепті қиындық тудырады деп ойламаймын мен алдағы уақытта. Дайындық жоғарғы деңгейде деп ойлаймын. Серікболсын қатысушы ғана емес, сонымен қатар тәжірибелі маман. Бұл сайыста қандай ерекше әдіс тәсіл қолданады екен? Енді ең бірінші бұл жұмысқа, негізі бұл жұмыс емес, кез келген жұмысты атқарып кету үшін ең бірінші адамның ниеті дұрыс болу керек. Соған қарай ынтасы болу керек, ниетке қарай. Ал ниет болмаған жерде оны сіз 10 жыл оқытсаңыз да, 20 жыл оқытсаңыз да, одан ешқандай нәтиже бермейді. Ал ынтасы бар адам мүмкін 3 айда үйренер, 6 айда үйреніп кетер. Ал білікті маман болу үшін ол тек қатып қалған қағида жоқ, 6 айда сен барлығын біліп аламын деген. Қазірде жаңа технологиялар, жасанды интеллект деген сияқты көптеп дамып жатыр ғой біздің 21 ғасырда. Көліктер де соған қарай дами береді. Сол себепті бұл бір орында тоқтап қалатын, не болмаса формуламен тоқтап қалатын мамандық емес бұл. Бұл жыл сайын дамып отыратын, өз-өзіңнің біліміңді шыңдап отыратын. Бүгін мына нәрсені үйренсең, ертең уже оған обновление, жаңартулар келеді дағына, қайттан соны өзің оқып, дамытып отыруың керек өз-өзіңді. Жалпы бұл сайыс ең бірінші қандай жағдай болмасын, өз-өзіңе деген төзімділікті мен өзім үшін төзімділікті үйретеді деп ойлаймын. Себебі бұл жерде сіз жаңа айта кеткенде ең бірінші 15 пен 25 жас аралығында болса да, мен барлығында кіші студенттермен түсіп жатырмын. Сол себепті өз-өзіңе деген жауапкершілікте көбейеді, себебі осы студенттердің арасында мұғалім ұтылып қалды деген нәрседе болуы мүмкін. Сол себепті өзіңе төзімділікпен, сабырлықпен, қанша саспай жұмыс істеп жатырмын, бірақ сонда да өз-өзіңе деген жауапкершілік көбейеді. Сол нәрсе жауапкершілік жағын үйренетін шығармын деп ойлаймын. Ал сайыстар бойынша сайыс маған бір танысып нәрсе емес.
үшінші модуль бойынша автомобиль диагностикалық жүргізу барысында бірінші қатысушы, яғни автомобильді қателіктерін тауып, автокөлікті оталдырып алған жоқ. Ал қалған 4 оқытушы өзінің берілген, то есть қатысушы өзінің берілген уақытында автокөліктерді оталдырды, алайда барлықтарында кішігірім кемшіліктер болды. Оны атап айтқан кезде автокөлікті оталдыру барысында рұқсат сұрау, сигнал беру деген сияқты, күнделікті техникалық күтім тексеру кейбір қатысушыларымызды ұмытып кетті. Сол кемшіліктер, кішігірім кемшіліктер болды. 4 қатысушыда мынау Дидар деген қатысушыны атап айтатын болса, ол диагностиканың түрлері бар. Визуалды диагностика, құрылғымен деген сияқты. Мына Дидар деген қатысушымыз ол визуалды диагностикамен автокөліктің кемшіліктерін бірден тапты да, автокөлікті оталдырып кетті. Әріптесімді ары қарай жалғастырып кетейін. Шынында да бұл жерде 5 қатысушының арасында, қазір өздеріңіз байқап тұрсыздар, тіпті мамандығы сәйкес келмейтін қатысушы да бар екен. Мен соған тәнті болып отырмыз. Жаңа айтқан біреу педагог болса, біреу тіпті өз мамандығына сәйкес келмейтін, басқа мамандықта оқитын, әуесқой, немесе қызығушылығын артқан азамат қатысып отыр жобаға. Бұл да үлкен бір керемет дүние деп есептеймін, өйткені өзінің кәсіби маман болмаса да өзінің қызығушылығымен келіп отыр. Сондықтан бұндай жастарға керісінше қолдау көрсету керек. Дегенмен де әрине қазір әріптесім айтып кетті, кемшіліктер бар. Бірақ былайша қарағанда біз бұл қатысушылардан бірінші енді қазір мына 3-ші модульде нені көріп отырмыз. Шынында ең бастысы ақауды уақытында таба білу, дұрыс таба білу. Ол барлық дүниеге, бәрімізге қажетті, былайша өмірде кеңінен қолданылатын мәселелер ғой. Сондықтан үлкен қатысушыларға көп рахмет айтамын, шынында да жақсы жұмыс жасады. Жалпы 3-ші модуль бойынша барлық 5 қатысушы толықтай жұмыс орнына кірді, яғни автокөлікке диагностика жасады. Оның ішінде бір қатысушымыз визуалды дейміз, жаңағындай наугад деп атамыз, сол жұмыс жасаса. Енді бір қатысушыларымыз нақты ережеге сай тәртіппен солай жұмыс жасаған қатысушылар да болды. Әттеген-ай дейтін тұстар да болды, енді уақытқа үлгере алмай қалды. Бізде де бір ситуациялар болды, мысалы автокөліктің аккумулятор отырып қалған жағдай болды. Ол ситуацияда да мысалы біз үндемей тұрдық. Қатысушылар қалай шыға ма, шығамай ма дегендей бізде де өзіміздің ішімізде ой болды. Бірақ ол негізі 2 қатысушыда болды ол жағдай. Бірақ ол жағдайдан 2 қатысушымыз да ол ақауды анықтап шыға білді. Ситуациядан шыға білді. Ситуациядан шыға білді. Жақсы да. Достар, сонымен біздің көптен күткен 3-ші кезеңде аяқталды. Жалпы Қасиет, қалай ойлайсың? Жарыс қалай болды? Әсел, саған қалай айтсам екен, бұл көліктің ақауын табу қыздардың көңілін табудан әлде қайда оңай екен. Сен әзіліңді қоя тұр, қыздарды қоя тұр, жалпы жарыс барысы туралы айтып өтсең. Иә, жалпы жарыс өте қызықты өтті. Қатысушылардың барлығы өздері байқаған, өздері көрген ақаулардың бәрін тапты. Алайда өздеріне тән кемшіліктер де бар. Оны әрине тәлімгер мырзаларымыз, нардағы Әділғазы арқалары арнайы қадағалап отырды. Десе де біз қоштаспаймыз, себебі алда 4-ші кезең.